Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласында көктемгі су тасқынын алдын алу бойынша қандай шаралар атқарылуда, қаламызда қандай қауіпті аймақтар бар? Қазір Өскемен қаласының төтенше жағдайлар басқармасы аға офицері майор Аслан Қапаевпен тілдесіп біліп көрмекпіз. Аслан мырза, Өскемен шаһарында жалпы су басу қаупіне байланысты қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қандай қауіпті аймақтар бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Қуаныш, Өскемен қаласы аумағында көктемгі су тасқынына ұшырайтын 11 қауіпті участок бар. Қазіргі таңда су тасқынының алғашқы толқыны қауіпсіз өтуде. Жеке тұрғын үйлер мен аулаларды су басу жағдайлары тіркелген жоқ. Қауіпті участоктер су басу қаупі жойылды. Алдағы уақытта ауа райының жылуына байланысты таудағы қардың еру себебінен ертіс, Үлбі өзендері көтерілуі мүмкін. Өзендер су деңгейіне тұрақты түрде бақылау жүргізу үшін Өскемен қаласы төтенше жағдайлар басқармасының жеке құрамының және де жергілікті атқарушы органдарының өкілімен бірлесе отырып, тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылып, су тасқыны жағдайы аса назарға алынды.